Барлығына сәлем достар. Бүгін 2019 жылы жарық көрген түрік режиссерінің 7-ші яшықтағы керемет атты драмалық фильміне шолу жасаймын. Айна алдында жас сұлу қыз Түркияда өлім жазасын алып тастау туралы жаңалықтарды тыңдап, үстелдегі темекі қорабын алды. Оның қымбат әрі маңызды зат екені белгілі. Бұрынғы өткен естеліктерін есіне алады. Мұғалім Ованы тақтаға шақырып, озат оқығаны және жақсы тәрбиесі үшін қызыл бант тақты. Далада қызды әкесі күтіп тұр. Әкесі мен қызы тек өздері ғана түсінетін сөздер айтып, қызыл бантты әкесіне көрсетті. Балалар әкесін мазақ қылады. Себебі оның ақыл есі 7 жасар баланың жасында қалып кеткен. Мұғалім ескерту жасап, балалар кешірім сұрайды. Үйге барар жолда әкесі құстармен сөйлесіп, олар арқылы әйелі Айшаға сәлем айтады. Қыз әкесін дүкенге алып келді. Онда Хайзи фирмасының қызыл сөмкесін сатылымда екен. Бірақ әкесінің оның алуға қаражаты жеткіліксіз. Сатушы қызыл сөмкені қарызға беруге дайын. Бірақ әкесі келіспейді. Ол адал еңбекпен ақша тауып, сатып алып беретінін айтты. Кейін ол қой бағуға кетті. Ова әжесінен әкесінің денсаулығы жайлы сұрайды. Әжесі оған, сенің әкең ерекше, себебі сенің жасың нешеде болса, әкеңнің де жасы сол жаста деп түсіндіреді. Кеш батты. Ова кітап оқып отыр. Кітапта кейіпкерлер періштеге айналып кетті. Ол қорқады. Бір күні оның әкесі өліп кетсе не болады? Ол қызына, мен сенімен мәңгі бірге боламын деп жұбатады. Таңертең әкесі алмалардан тәтті жасап, оны мейрамда сатады. Қызына Хайдидің қызыл сөмкесін алып бермекші. Ова әкесімен сыртқа шығады. Жолда Ова тағы да қызыл сөмкені көріп қарап тұр. Оны жоғарғы полковниктің қызы Седа байқап қалады. Ол уақытта әскерилер жолға шықты. Бір мезетте сарбаз қатардан қалып, кейін жасырынып қалды. Қалада балалар парады басталды. Мимо өзінің тәттілерін сатып, өткен адамдардың көңілін көтеруде. Парад аяқталды және әкесі мен қызы дүкенге асықты. Бірақ сөреде қызыл сөмке жоқ. Дүкен ішіне кірсе, сөмкені Седа сатып алған екен. Ованың көңілі қатты түсіп кетті. Мимо барынша сөмке сатуын сұрап жатыр. Бірақ Седаның әкесі оны итеріп жіберді. Болған жағдайға әжесі алаңдаулы. Бірақ Ова сөмке үшін ренжулі емес. Әкесінің жерге құлағаны оның жанына батты. Әжесі Мимоны жұбатты. Бірақ ол Ова енді күлемдей ме деп қатты ойланады. Мимоның жүрегі өте кең, ол басқа адамдардан кем емес. Подполковник достары және отбасымен өзен жағасында демалып отыр. Олардың балалары жақын жерде ойнап жүр. Алдыларынан Мимо қойларымен шығып қалды. Балалар оны мазақтайды. Седа оларды тоқтатады. Барлығы қашып кеткен кезде Седа Мимомен қалады. Қызға өте қызық. Хайдидің қызыл сөмкесі неге қатты керек болды? Балалар үстелге оралады. Седа Мимомен ойнап оны бажар басына алып келеді. Олар ойнап жүргенде Мимо Седаға тоқтауын сұрайды. Ол жер өте қауіпсіз. Бірақ Седа оны тыңдамайды. Аяғы тайып, төменге құлап кетеді. Мимо артынан секіріп, Седаның өлі денесін тірілтпекші. Сол уақытта Седаның анасы қызының жоқ екенін байқайды. Ол балалардың Седа ессізбен ойнап жүр деген сөзі шошытты. Ол күйеуінен қызын табуын талап етеді. Әскери адамдар жүгіріп келіп, қызды қолынан тартып алды. Әкесі қарумен Мимоны атып жібергісі келгенде, әскерилер оны тоқтатты. Мимоны ұрып соғып, қызды қасақана өлтіргенін мойындауын талап етеді. Ол бір көзді алып барлығын көрді. Мені неге соғасыңдар деп түсінбейді. Қыз өзі құлады дейді. Мимо қысыммен мойындады. Оны түрмеге қамап тастайды. Таң атып, анасы мен қызы Ова әкесін босатады деп сенеді. Кезекші сарбаз, ұлыңыз қызды суға тұншықтырып өлтірді дейді. Анасы сенбейді. Мимо ондай жаманшылыққа бармайды. Ол уақытта Мимоны сыртқа шығарып, көлікке отырғызып жатыр. Қызы Ова көліктің артынан жүгірді. Әкесі қызына бір көзді алып барлығын көрді деп айқайлайды. Ол әкесімен бұлттар неге ұқсайды деген ойынды есіне түсіреді. Сол кезде үлкен ғимаратты әкесі бір көзді алып деп атаған. Ова сол ғимаратқа жүгіріп кетті. Қашқан сарбаз қарулардың тастың арасына жасырып жатыр. Мимоны түрмеге алып келді. Түрмедегі бір камерадағы тұтқындар Құдай және жасаған күнә жайлы әңгіме айтады. Олар әртүрлі қылмыс жасап, әртүрлі жаза алған. Түрмедегі тұтқындар басшысы Асқар. Түрме басшысы Мимоны көріп өзі ұстай алмай соққыға шықты. Ал Наил Мимоны кеміс екеніне сенбейді. Ол камерадағы тұтқындарға оның кішкене қызды өлтіргенін айтпау керек. Олар Мимоны дереу өлтіреді дейді. Ова ғимаратқа жүгіріп, онда сарбазды тауып алады. Ол өзеннің жағасында болған жағдайдың барлығын көрдім деп мойындайды. Қыз әжесіне асықты. Мимоны камераға алып кіреді. Оның қандай жазамен отырғанын сұралып жатыр. Ова мен әжесі ғимаратқа келіп жетті. Бірақ сарбаз кетіп қалған. Түнде Мимоның басына қап кигізіп қатты соққылайды. Ова ғимараттан кеткісі келмей, әжесі оны көндіреді. Мимоны ауруханаға алып келді. Барлығы оны тұтқындар тірі қалдырмайтынына сенімді. Подполковник Мимоны уақытша өлмеуін қадағалауын талап етеді. Оның барлығының көзінше өлім жазасына қимақшы. Ол қызын өлтірген адамға не болғанын барлығы білу қажет деп айтады. Камерадағы тұтқын Юсуф қабырғадағы ақ таққа
қарай береді. Жаңа тұтқын Чингиз конвейерлер оның музыкалық аспабын тартып алғанын айтады. Ол қайтарып беремін деп уәде етеді. Капитан Фарук камераға келіп барлығына қатаң ескерту жасайды. Ешкім Мимоға тиіспеу қажет, немесе подполковник жеке жазаға тартайды. 10 күн өтті. Ова әлі де ғимаратқа келіп сарбазды күтеді. Мимоны ауруханадан шығарып камераға ауыстырады. Асқар Юсуфтан қабырғаға неге қарай береді деп сұрайды. Ол үндемейді. Мимоны камера шаруасына көмекші етіп қояды. Тұтқындар сыртқа шығып, Мимоның балаша ойнағанына таң болады. Ол көгершінді бостандыққа жіберіп, қызы Ова жайлы айтады. Ол ақ қағаз сұрап, қызына хат жазады. Ол тұтқындарды достарым деп ойлайды. Сарбаз оның хатын жыртып тастайды. Мимоның шегірткені бостандыққа жіберіп, қамқорлығын байқаған тұтқындар оның қызды өлтіргеніне күмәнмен қарай бастайды. Ова сабаққа бармай, сарбазды күтіп жүр. Мұғалімі егер Ова сабаққа барса, әкесіне барамын деп уәде етеді. Сот үкімі Мимоны кінәлі етіп айыптады. Қызы Ова және әжесін ішке кіргізбеді. Ова жан даусымен қабырғаны жағалай әке деп айқайлайды. Оны естіген Мимо қызына ұмтылады. Тұтқындар оны әскерилерге ұрғызбады. Мимоны ішке өздері алып кетті. Наиль қызы ұстап алмақшы болған әскерилерге ескерту жасады. Чингизге аспабын қайтарды. Тұтқындар Мимоны қалайша тұтқынға алғандарына таң қалады. Оның есі толық емес қой, бірақ ол дені сау деп есептелген. Ова әжесінің денсаулығына алаңдайды. Ол аспанға мәңгіге кетсе не болады? Әжесі өскеніңше ешқайда кетпеймін деп уәде етеді. Тұтқындар тамақтанып, Чингиз жақсы ән айтады. Мимо Айшаға үйленіп, Ованың қалай толғанын айтып береді. Түнде Асқар дәретханаға тұрады. Оны Мимо байқайды. Артынан Чингиз аспап ішінен пышақ шығарып, артынан кетеді. Ол авторитет Асқарды өлтіру үшін жіберілген екен. Аспап оған сол үшін керек болған. Бөлмеге Мимо кіріп, Асқарды өлтіруге жол бермейді. Камера тұтқындары жауызды ұстап алады. Сонда авторитет Асқар қызы Ованы камераға әкесіне алып келу үшін барлығын жасайды. Ол бостандықтағы достарынан сұранады. Мимоны өлім жазасына кесу жайлы жарлық шықты. Асқар достары Ованы тауып әкесіне алып барамыз деп алып кетеді. Бөлмеге Асқардың жұбайы Хадиже алып кіреді. Ол Асқардың қызы дейді. Сол кезде сарбаз жасырын қызды камераға алып кіреді. Мимо төсекте жатыр. Кенеттен қызының дауысын естиді. Тұтқындар көз жасымен әкесі мен қызының қауышуын бақылайды. Қыз барлығын көрген сарбаз жайлы айтып береді. Тұтқындар Мимоның кінәсіз екеніне көздері толықтай жетті. Қыз Юсуфқа жақындап, қабырғадағы ағаш жайлы сұрайды. Ол уақытта әжесі қыздың хатын оқып, есінен танып, ана өмірге аттанады. Тұтқындар қызға барлығымыз әкең сияқты денсаулығымызда ақау бар. Жазылған соң әкең оралады дейді. Әр қайсысы қыздың сұрағына жауап береді. Қандай дертпен ауыратындарын айтады. Біреуі құзырлап, махаббатпен ауырады. Біреу адамдарды алдап ақша алады. Қыз қалтасынан соңғы тиын алып береді. Ал Асқар бірнеше адамды періште еттім деп айтады. Бірақ енді олай жасамаймын. Соңында қыз Юсуфқа жақындайды. Ол өтірікші адамға сеніп, туған қызын сол ағаштың түбіне жерлеген. Юсуфты Ова аяп кетті. Ол уақытта күзет кіріп келеді. Мимо қызының жасырынған жерін дереу көрсетеді. Наиль ашулы. Асқар Мимо кінәсіз, оның мүлдем жаман ойы жоқ және есік толық емес. Ол қызының жасырынған жерін көрсетті дейді. Бірақ Наильде медициналық сараптама нәтижесі бар. Тұтқындар Мимо кінәсіз, подполковник барлығына себеп дейді. Олар Наильге Ованың айтқан сарбаз жайлы айтады. Наиль қызы үйіне әкеледі. Сонда оны мұғалімі күтіп алады. Әжесі періштеге айналған. Наиль ғимаратқа барып жасырынған қаруларды табады. Ол қыздың шындық айтқанын түсінеді. Ол сарбаздарды табуды тапсырады. Юсуф Құдайдың кешірімін алатынына сенбейді. Құдайға сенуші тұтқын оған: егер сен қызыңды ренжіткен болсаң, басқа адамның баласын бақытты болу үшін барыңды сал, күнәңді өте дейді. Міне, Оваға табылған дәлелдер туралы айтты. Асқарға әйелі және 3 баласы келді. Ол бостандықта жаңа өмір бастайтынына сенімді. Ең бастысы отбасы. Мені Наильге келіп, дарға асатын арқанды көреді. Подполковник асығып жатыр. Дәлелдер жеткіліксіз. Мимо жақындары туралы айтып бірнеше аттарды атайды. Тұтқындар таң қалып, сен ешкімің жоқ деп едің ғой дейді. Ол қойлар ғой деп жауап береді. Барлығы күледі. Сонда қыз әженің періштеге айналғанын айтып береді. Мимо жылайды. Басқалар қыздың жалғыз қалғанын түсінеді. Қашқын сарбаз ұсталады. Ол қыздың жардан құлап, ал Мимо оны судан алып шыққанын айтады. Фарук оны Наильге айтты. Оны подполковник те естіп сарбазға барады. Ол сарбазға барлығын басынан айтып беруін сұрайды. Оның артынан айналып желкесінен оқ жібереді. Кейін ол қашып кетпекші болды деп айтады.
Барлығы бұл жаңалықты естиді, қолдарынан ештеңе келмейді. Мұғалім Мимо оралғанша қызға қамқор боламын деп уәде етеді. Мимо дарды көріп, жақында өлетінін түсінеді. Ол періште болғысы келмейді. Әкесі ұшыратын құстар аспанға ұшпайды. Олар қыста кетіп, күн жылығанда қайтып оралады. Кім не айтса да менің әкем жақсы дейді. Мимо достарымен қоштасып, өлім жазасына аттанады. Наил болған жағдайға қарап тұрады. Дарға адам асылды. Таңертең обаға Наил келіп, темекі қорабын береді. Ол Юсуфтікі. 2 күн бұрын Юсуф достарымен жоспар құрып, Мимоның орнына дарға асылады. Ол күні оның түсіне қызы кірген, ал Мимоны жасырын түрде түрмеден алып шыққан. Мимоның тірлігі жабылды, ал Юсуфты қашып кеткенде етіп тіркеді. Мимо үйіне қызына оралады. Түнде Мимо мен қызы Ованы қайыққа отырғызып, Турциядан басқа жаққа жібереді. Қызға сұраққа қалай жауап беруді үйретеді. Олар қоштасып қуанады. Әдемі жас қыз қолында темекі қорабын ұстап тұр. Көз жасымен күлімдейді. Жүректі жылытатын фильм. Өмірдегі ең үлкен махаббат, бала мен ата-ананың арасындағы махаббат. Достар, қаралым үшін рахмет.